немерем Абылайхан Абош, сені бүгін жаным жеңіс күнімен құттықтаймын. Саған зор денсаулық тілеймін, бақыт тілеймін. Сені биік шыңнан көрінуіңе тілектеспін. Халықтың, елдің баласы бол жаным. Саған көп үміт күтеміз. Сенің биік шыңнан көрініп, жаңағы оқуыңды жақсы аяқта, денің сау болсын, достарыңның алды бол. Құда қаласа сені сол Астананың төрінде министерствода жұмыс істейді деп апаң армандайды. Құда қаласа сол арманымыз орындалсын жаным. Сен өте керемет азаматсың, аузашша жүрегі көрінетін, досқа мейірімді, адалсың, жан жағыңды қамтитын перзентсің сен. Мақсатыңа жете бер жаным. Әр уақытта сенің биік шыңнан көрініп, аман жүруіңе, денің сау болуына, мынаяқтағы ауылдағы, елдегі бауырларың, ата-анаң, ата-әжең барлығы сенен көп үміт күтеді жаным. Денің сау болып, мынау келген жеңіс күні құтты болып, елдің қорғайтын азаматы бол жаным. Бақытты бол, өсіп, өне бер жаным. Қуанышым, шаттығым, қасым балам. Сені отан қорғаушылар күнімен құттықтаймын. Отаныңның, шаңырағыңның қорғанышы, тіреуші болғайсың. Сенің бар болмысыңмен, мінезіңмен қуанамын, мақтанамын. Денің сау болсын, жаныңда жақсы ниеті түзеу достарың көп болсын, абыройың биік болсын. Алла өзі қолдасын. Еліміз тыныш, аспанымыз ашық, өсіп келе жатқан ұрпақтарымыз аман болсын, қуанышты күндері көп болсын. Ерасыл, інім 7 мамыр отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Аман бол, денің сау болсын, жолың әрдайым ашық болсын. Осы университетті жақсы тамамдап, мықты маман иесі атана бер. Біздің үйдің қорғаушысы, біздің қыздардың тірегі. Әрқашан өзіңнің бойыңда өзіңе тән жігіттік, ер жүректік мінездерің, еңбекқорлық мінездерің бойыңнан кетпесін. Саған бар жақсылық тілеймін. Сендей інімнің болғанына бақыттымын. Құрметті Мейіржан бауырым, сені келіп жеткен 7 мамыр елін, жерін, отбасын әрдайым қорғауға дайын нағыз қайсар ерлердің мерекесі отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Сен де сондай ері жүрек, мықты азаматсың деп әрқашан шын көңілмен сенемін. Саған бұл мерекеде қажымас қайрат, мықты рух, зор денсаулық, үлкен абырой мен әр бастаған ісіңде сәттілікпен жеңіс тілеймін. Армандарың асқақ, оған қадамдарың нық, жолың ашық және абыройың әрдайым биік болсын. Және алаш арысы Әлихан Бөкейхановтың ұлтқа қызмет ету білімнен емес мінезден дегеніндей, сен де сондай ер мінезді, адал, әділетті, жауапты азамат болып қалыптаса бер. Ал оян қазақ деп елді ұйқысынан оятуға шақырған Міржақып Дулатұлындай, сен де өз халқыңның жанашыр, білімді және ояу сергек сана иесі бол дегім келеді. Отбасыңа тірек, достарыңа сенімді серік, ал кішілерге әрдайым үлгілі жалпы аға, бауыр болып жүре бер. Мереке тағы да құтты болсын, інім. Бағдәулет, мерекең құтты болсын. Отан қорғау күнінің мерекесі құтты болсын. Мерекеден мерекеге аман жет. Сабағыңды жақсы оқып, сабағың жақсы оқып, сен тілеуіңді тілеп отырмын. Жақсы азамат бол өсін. Жақсы бол, еліңе жақсы қызмет ет. Тұрар, ботам, бүгінгі 7 мамыр отан қорғаушылар күні мерекең құтты болсын. Не деймін, саған тілерім, отанға адал, елге қайырымды, отбасыңа мейірімді бол, ботам. Алла әрдайым жолыңды ашық етіп, әр ісіңе сәттілік тілейміз. Аман бол, жолың ашық болсын әрдайым.